Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Мынау кезекті біздің қазақша найзадай подкасты. Бүгін мына өткен ана аптадағы UFC туралы, алдағы жатқан жоспарлар туралы сөйлесетін боламыз. Бізбен бірге студияда мына Серік Ноян, енді қазақ тілінің жанашыры, найза промоушнның қазақша тілінің ең үздік комментаторлардың бірі деп қателеспейміз. Дидар Сарбас, ол енді бүткіл MMA жанкүйерлеріне өзінің Сарбаз атты подкастымен танымал, бірақ осы бүгінгі таңда найза ұжымында жүрген жігіттің бірі. Жұман енді найзаның анау жауынгердің аты кім еді? Жауынгер емес, жүргізушінің аты кім еді? UFC-да. Джо Роган. Өтірік типа ұмытып қалғандай болдым. Жұманның атын білемін, оныкін білмеймін. Бірақ Жұман ол сол Джо Роган, Жұман сияқты болғысы келеді, бірақ болмайды. Кеше Жұманның найзада беріп жүрген сұрақтарын көріп жүрсіңдер, біздің жүргізуші деп қателеспейміз. Және де жауынгер. Енді ешкім жақсы көрмейтін, бірақ көп адам қолдайтын Сула. Самолетсіз ба? Самолетсіз. Құтты болсын бір адам. Екінші рет айттың көрсін. Солай кеттік. Ал мына подкастты қарамастан бұрын сіздерден сұрайтынымыз, біздің Найза ТВ атты YouTube арнамызға жазылып қойыңыздар, мына қоңыраушаны басып қойыңыздар, және де өзің пікірлеріңізді жазып, жаман жақсы дизлайк лайктарыңызды қойып, біздер дәл сол сіздердің жасаған көптеген жазылымдар үшін жұмыс жасап келедік. Сондықтан рахмет сіздерге. Достар, керемет нормально бастаңыз, кете берейін ба? Дәл осы қарқынмен. Баса бер дейсің ғой да, үш микрофон бар тек қана. UFC қарадыңдар ма? Иә, қарадық UFC. Бразилияда өткен. Басынан бастап па? Басынан бастап болғанда бір өзіме керек жекпе-жектер қарадым, өзіме қызық болып жүрген. Мен енді қателеспесем, бәріміз жаңағы Бренер ма? Бренер мен Оралбойдың жекпе-жегін қарадыңдар, иә? Дұрыс па? Қырғыз спортшысы. Көрші елдің жауынгері. Шынымен айтайын, өзіме қызық болды мына жауынгер. Бірінші рет көрген кезде былай ойлап едім, бір осалдау жауынгер түсіп қалды, қарсыласы түсіп қалды. Мына жауынгер қарсыласы осал болған жоқ. Қателеспесем, 12-ші номерде рейтингте тұр. Иә. Кім? Ана бразилдық па? Иә, қарсыласы. Бренер. Қызық жекпе-жек болған. Екеуінің қызық нәрсесі, екі углда танымал жұлдыздар болған. Оралбойда Юрай Фейбер болды. Соны байқап қалдың ба сенде? Оливера болды, иә. Қызық болды сол жер, иә. Жекпе-жекке бір өзінің бір медиа күшін берді. Иә. Бірақ жекпе-жек бойынша Бразил өзінің деңгейін не то что деңгейін, Оралбай на одну голову выше дейді ғой. Сондай болған жекпе-жекте. Өте жоғары деңгейде жекпе-жек көрсетті. Мен бір байқағаным, бірінші мен екінші раундтың аяғында бразилдық жауынгер үстіне шығып кетіп жүрді қайта-қайта. Бірінші раундта артына шығып алды, екінші раундта үстіне шығып кетті. Үшінші раундтың басында өз үстінен аударып үстіне шығып кетті. Сондай бір позициялар болды, бірақ Оралбай кәдімгідей барын салып, шыдамдылығы зор екенін көрініп тұр. Астынан шығуға бәрін жасады. Қара күштің. Көрдің ба сен сәке сол жекпе? Или өтірік айтып жатсың ба? Жоқ, мен қайталап бұл осы подкастқа келердің алдында да қарап алдың ба? Қарап алдым. Және маған қызық болған сол басты жекпе-жектер болды, негізі. Жоқ, жаңа Оралбайдан бастайық, ары қарай көшеміз қазір. Оралбайдың енді бір ұнатқаным, бұл жігіттің осындай бөтен елде өзінің ешқандай жанкүйерлері жоқ жерде. Енді менің ойымша бұл бразилиялық жауынгерге оны осында Юрай Файбер тұр. Командалық қолдауынан болмаса, енді жанкүйерлердің барлығы оның қарсыласын қолдаған түсінікті ғой. Бірақ бұл жерде психологиялық тұрғыда өте мықты екенін көрсетті бұл жекпе-жекте. Черная лошадка дейсің. Иә, әлгі ешкім үміт күтпеген шығар деп ойлаймын. Өткен UFC-дағы екінші жекпе-жегі, оның қарсыласы Зубайра Тухугов тұтқан екен кезінде. Кім, мынау ма? Екіншісі ма? Иә, қарсыласы. Бренер. Бразилия. Зубайра Тухугов тұтқан екен 2021 жылы. По-моему, техникалық нокаутпен, да, нақты білмеймін, ұпай санымен әлде техникалық бірдеңке болды. Сондай, яғни осындай азулы қарсыластар жеңіп келген бразилиялықты, демек жеңіс жолында, жеңіс сериясымен келе жатқан мықты жауынгерді тоқтатты. Кеше бұл жігіт бізге өте келешекте перспективасы өте жоғары. Иә, бір тағы да таңда оятатын жігіттердің біреуі қосылды дейсің ғой да? Бұйыртса. 2-3 жекпе-жектен кейін біз негізі Суода көргем, Оралбай жалғыз жауынгер. Сол туралы екі жауынгер, оказывается, Смит. Екі жауынгер бразилиялық жауынгерлер жеңген. Сонда әрбір жекпе-жекте бразилиялық жауынгерлер тұрған ба? 11 пара болды, 11 короче жекпе-жек, 11 бразилиялық жауынгерлер болды. Екеуі ғана отты, получается, міне қырғыз бауырымыз Оралбай ұлы Мықтыбек және Смит.
Смит красавчик. Смитті көрдім, қылындырып тастады, иә? иә бірақ смит ұтқылап жатқан жерде қылқындырып енді. Мана Оралбайға оралатын болсақ, сол теманы жауып тастайық. Сәттілік тілегіміз келеді көрші елдегі бауырымызға. Ары қарай жалғастыра берсін. Екінші жекпе-жегін өте жақсы өткіздік. Иә. Бірінші жекпе-жегіне қарағанда вот именно уровень деңгейі көтерілді. Прям көрініп тұр, что UFC-ге келіп. Бірінші жекпе-жегінде қателеспесем заменаға шығып кетті ғой. иә сол заменаға шығып контракт сөйтіп алып алды ғой. Шапшаң Бізде шығып уже кетті. прям уже конкретно освоиться етіп уже. Бірақ енді мен шынымен айтайын, андай қалай айтсам болады жаңа. Ең соңында деп айқайлайтын жекпе-жектердің бірі болды да. Кәдімгідей былай қырылды ғой, былай. Үстіне шығып алды, анау астына шығады, мынау үстіне шығады, астынан көтереді, бүйтеді, сөйтеді. Шаршайтындай жекпе-жек болды. өте тартысты. Енді мына Оралбайдың соңғы темасын жауып тастағым келіп тұр. Жұман, саған сұрақ та. Кәсіпқой деңгейде ол көрдің ба кешегі жекпе-жекті? иә көрдім. Қалай ойлайсың? Болашағы бар бала ма екен? енді Жас ерекшелігі. Стилі. иә жас ерекшелігінде жетіп сол конкуренция ең мықты UFC-да салмақта өнер көрсететін жігіттердің бірі. Бірақ жекпе-жектерін қарасам, оған онда мүмкіндік келді. Ол егер болашағынан чемпион болам деген настрой болмаса, ол контракт бермес еді UFC-да. Өйткені заменаға шықты ғой. Жақын күндерді қалды да, заменаға шығып UFC таң қалдырды, сөйтіп контракт алып. Екінші жекпе-жегі сөзін шыны керек қалай өскені көрініп тұр. Қарсыласы да өте тәжірибелі спортшылардың бірі. Партерден жаңағы черный поезда грэпплинг қателеспесем. Өте мықты спортшыны ұтып отыр ғой өзге мемлекетте. Енді сол бір алла біледі, бірақ енді настройын көрдім, конференцияда сөйледі ғой, мен бұл жерге чемпион болға келдім деген секілді. Осындай настроймен отырды. Сол үшін қырғыз бауырымызға тек қана сәттілік, қырғыз қазақ бір туған дейді, тек чемпион болады деген ойдамыз алдағы уақыттарда иншалла. Және командасы жақсы ғой, еще Тим Альфа Мэо. Оларда, по-моему, Коди Гарбан чемпион болды, Ти-Джей Диллошоу чемпион болды, командалар тәжірибелі. ол жігіт демек ақш-қа қоныс аударып. иә сол жақта ғой, сол жерде біраз уақытта жүрген жігіттердің бірі ғой. Онда кәдімгідей несі бар екен. Бірақ енді мынау осы бойдың алдында несін лагерін ол Таиландта өткізді, қателеспесем. Тайгер Муайтеда өткізді. Иә, Тайгер Муайтеда жүрді бұл жігіт. Осы жекпе-жектің алдында мен көрдім ғой стералдарын қарап отырмын. Бірге. Иә. Бір демалып келуге барған шығар. Мүмкін, иә. Өзі сұхбатында айтады ғой, мен UFC-дегі бірінші қырғызстандық, иә, таза. Этникалық таза қырғыз, этникалық таза қырғыз, яғни бірінші менмін дейді. Және осындай Физиев Рафаэль. Физиев. Ол бірақ та уже жоқ, анау этникалық қырғыз бірінші, және де бұл жерде қысқа уақыттың ішінде жекпе-жекке шақыртуды қабыл алып, және содан ұтып, екінші кезеңде осындай топ 15-ке кіріп тұрған жауынгерге қарсы шығу, бұл енді ойлаймын спортшының психологиялық тұрғыда өте мықты екендігінен хабар береді негізі. Дәл уақытта мүмкіндікті жіберген жоқ, және өзін көрсететін карттарда мықтыларға қарсы ешқандай қорқусыз шықты. Енді демек бұл жігітті осы дивизионда бұйыртса бір 3-4 жекпе-жектен кейін бұл біраз биікке баратын сияқты. Жақсы мүмкіндік бар, мүмкіндік береді дейсің ғой. Артынан жанкүйерлерді біраз қазақ, орыс, қырғыздар бар, өзбектер бәрі жанкүйер болады. Жақсы, сәттілік Оралбайға. Не айтады ғой, в глазах не. Голодный. Ашық бала ғой. Сол көрініп тұр прям. Мотивациясы басқа болады, иә. Сондай прям жарқырап көрініп тұр. Көз жанып тұр дейсің ғой. Иә. Лап-лап. Иә. Келесі жекпе-жек Патере мен мана кім? Мишель Перейра, иә? Мишель Перейра мен Патерені осы 3-4 подкаст бұрын біздер неде Абу-Дабиде бір жерде Саудияда төйлеседі деп жоспарлаған едік. Одан Патерені қоймай тастады ғой Ресейдің жауынгерімен. Рыжий. Мен сол кезде айтып отыр едім, Ресей мен Украинаны бірге қоя салған неліктен екен деп, сондай жаңа қазір ситуацияға байланысты кішкене қиын болып қалмай ма деп ішім ойым болған, ойым емес, осы жерде талқыладық. Бірақ көп ұзамай, осыдан бір ай 2 ай ғой арасы, бір ай ма? Кеше неде жаңа бразилиялық қарсы Мишель Перейра қарсы қойды. Енді бұл жекпе-жек әрине әрбір промоушн осындай жекпе-жектер үшін таласады ғой. Тез аяқталатын және де әдемі аяқталатын. Мен бұл жекпе-жекте Мишель артқа сәл айналып секіріп отқан кезде фамилия есіме түсті да, Лимбертпен төйлескен кезде Астанада. Дәл сондай жасады ғой, иә, сондай болды ғой. Иә, біздің егер мүмкіндік болса, біздің операторлар қосып жіберер. Ананы көрген кезде дәл сол Фанильдің жекпе-жегі есіме түсіп кетті. Иә, Фаниль содан үйреніп алған шығар. Жекпе-жегін бәрінде сөйтіп істеді ғой. Бәрінде істейді ма? Шоумен ғой Перейра.
капуэра көрсе секірет, сеткадан. Жоқ, дәл осылай сальто. Сальто солай жасайды, сеткадан секірет, Мишель Перейраның стилі сондай, нестандартный. Әрдайым сондай стиль. Бұрын қатты балқыламаппын ол жігітті. Анасында былай жекпе-жектер. По-любому фамилиядан көріп істеп жатыр. Стоп пудов. сөйтіп сондай қызықты жекпе-жектердің бірі болды ғой, бірақ уақыттан бұрын аяқтады. Мен ойлағам конкурентім бой болатын шығар деп, бірақ ана айналған кезде бүйтіп артқа сол кезде ана нокдаунға жіберген екен, көрдің бе, партерде. Аяқпен тиген ғой басқа. Потерян дегенде сол негізінде былай қарасаң енді әрине әдейі істеген жоқ қой. Бірақ не болып қалу, дисквалификация қалуы мүмкін еді. Егер ана UFC-дің бір жекпе-жектерінде ережелерінде андай бар ғой, жекпе-жекті тез аяқтасаң, там жекпе-жекті жаңа ережені бұзу арқылы аяқтасаң, сол кезде саған жаңа жекпе-жекті нон-контенс дей ма, сондай мүмкін деп та. Бірақ Потеря вообще ештеңе көрсеткен жоқ қой осы бойда. Үлгермеді ғой. Үлгермеді. Нокдаунға кетті, сосын қылқындырды оны. Ол даже почти ұйықтап қалды. Бірақ Потеря осы бойға дейін айтқан, Мишель Перейрамен травма алмасам, мен Сауд Арабияда немен шығам. Атылмет, неше оның залында ашуда болдың сен. Сары жігіт қабырамда. Мына жақта залда ашты. Осында ма? Иә. Есімде жоқ ма? Сен еще ашылуына бардың. Ашылу салтанатына бардым еще. Еще бір көзі не жаман көреді. Рыжий. Как вы не знаете? Кого? Про кого говорите? Потеря должен был драться с ним. Саудовская Аравия. Шара Булит айтты. Шараны айтып отыр ма? Дагестанец, да? Иә, ол айтқан кім Потеря. Осы бойда Мишель Перейрамен травма алмасам, по-любому Сауд Арабиядан кіммен шығам, мен Шара Булитпен шығам деді. Вот соны талқыладық қой осы жерде. Осыны талқыладық. Сол кезде ғой мен айтқам, неге мына ресейлік пен Украинаны қойды деп. Сол кезде айттым ғой. Кім біледі, мүмкін шығады. Мүмкін, иә. Жарақат алған жоқ қой. Жарақат алған жоқ қой. Шара Булитпен ба? Иә. Потеря ма? Жоқ, Потеря ұтылып қалды ғой. Жоқ, ол айтқан ғой, мен ештеңе болмаса, травма болмаса, мен по-любому шығам осы бойға. Қазір заменаға шықты ғой қазір Потеря. Иә? Иә, Потеря заменаға шықты. Енді ондай болса білмеймін, мына жекпе-жектен кейін шықпайтын сияқты ғой. Бекер шыққан. Бірақ енді қылындыру әдісімен отты, оның алда нокдаунды алып қалды дейсің ба? Нокдаун алып қалды. Ода проблема сол. Біз вообще чисто UFC туралы әңгімелесеміз ба? Жоқ, ары қарай жалғастырамыз. Енді бұл туралы жарқын жекпе-жек қой, жарқын жекпе-жек. Кешегі өткен мен жай сұрап жатқанмын. Иә, кешегі айтқан UFC туралы не вопрос. Кешегі айтқан жаңағы не бойынша сол енді сен осы аралас жекпе-жекте, иә, красавчиктердің бірісің ғой. Смит пен Петринаны айтып жіберейікші. Смит 1 минутта ма, 30 секундта ма қылындырып тастады. Жеңіліп таяқ жеп. Смит отскочил дейді ғой. Сондай болды бойда. Ана өз қателігімен түсіп қалды ғой. Иә, ол аяғына өтті, көтеріп тастады, қылындырып тастады. Иә, болды. Кстати, Шавкат сияқты. Кіммен? Қалай еді? Оливейра? Шавкат пен Ковбой. Иә, сонымен да. Дәл солай болды ғой, по-моему. Дәл солай болды. Примерно, енді аяғына өтті ғой, енді Шавкат неде сеткаға тұрып асылып алды. Шавкат жерде жатып қылындырған жоқ ешкімді. Жоқ. Шавкат тұрып стойкада ғой, сол сеткада ғой. Иә, тұрып қылындырды. Иә, енді ана өз қателігімен түсіп қалды. Жақсы, енді Смитке құтты болсын. Енді мына жекпе-жекке тоқтайтын болсақ, Альдо мен Мартинес. Енді басында бірінші раундтың өзіме бұл жекпе-жек бір соңына дейін осындай қызықсыз өтетін сияқты болып көрінді да. Жоқ, басында көп тұрды ғой. Екеуі қатты қозғалған да жоқ, бірақ бір-біріне тақалып қойып лақтырғысы келді қолдарын да, аяқтарын. Басында сөйтіп көрінді бұл жекпе-жек. Мен ойлап едім, блин, осылай өте ме екен. Неге десең, мен үшін жаңа кім Альдо кішкене бір скованный болып көрінді да. Ашыламайды. Потенциалын аша алмай. Енді әрине ода психологиялық тұрғыда ода өте үлкен не бар, атқылайды жаңа жауапкершілік бар. Бразилиялық аудиторияның алдында. Сен Сәке жекпе-жек қарадың ба? Осы Альдо мен Джонатан Мартинестің жекпе-жегін қарап шықтым. Иә, бастан аяқ әдейі уақыт бөліп. Маған ұнады. Енді маған бірінші ұнағаны ең бірінші 37 жасында Жозе Альдо өзінің әлі де осындай жоғарғы деңгейдегі физикалық формасын барлық жағынан дайын екендігін көрсете алды. 2 жылдық үзілістен кейін. Үзілісі және бар. Қарсыласы өзінен 7 жас, қателеспесем, кіші, жасы 30-дан енді асқан жігіт Мартинес. Бұл жерде Мартинестің жеңіс сериялары қатарынан 4-5 жекпе-жек па жеңілмеген. Ешқандай мына осы неде, яғни өте жақсы деңгейде келе жатқан қарсылас. Бір-біріне лайықты болды деп ойлаймын. 12-ші номер рейтингте қазір. Мартинес болды. Демек, Жозе Альдоның айтады ғой енді, әр мықтының бір атар оғы, соңғы оғы қалады деп. Бұл осы
Жозе Альдоның, біз білетін Жозе Альдоның жаңаша бір сценарий жазылып жатқан шығар деп ойлаймын енді. Бәлкім бір-екі дұрыс таңдау, матчмейкерлер дұрыс таңдау жасап Жозе Альдоға жақсы қарсыластар қойып беретін болса, бәлкім ол топ Қайтадан, иә, топ 10, топ 5-ке шығуға, кіруге мүмкіндігі. Қоя салу керек та ондай теманы. Бірақ айтқан ғой, мен мынау менің соңғы жекпе-жегім емесіне тағы шығам деді. Шонаменімен шықсы кеп тұр ол уже. Басына ана нені киіп алып шықты ғой. Корона. Корона Иә, киіп иә. алып шықты. Король Рио ол несі. Король Рио. Иә. Сол жерде бір өте Лақабаты. маңызды мәселе айтылды да. Бұрын дейді, мына комментаторлардың әңгімесін естіген кезде, естідіңдер ма? Тыңдадыңдар ма? Орысша қарадыңдар ма? Жоқ. Сол кезде комментатор айтады, бұл кезінде спортзалда жүрген кезде жағдай жоқ, андай фавелла ма, сол жерден келген екен ғой. Тамақ жейтін ақшасы жоқ, сонда жаттығуға тамақ жемей келеді екен. Сол кезде манағы осыдан бір 2 жыл ма, 1 жыл бұрын бір ел президенті болған екен, Бразилияның. Президент па, мэр ма, ол қазір қашып кеткен елден. Оны жаңа халық алып тастаған ба, сондай бір нәрсе бар. Сонда бұл кісі ма, или оның кісінің адамдары ма негізінде мына балаға көмектескен екен. Қаржылай. Тамағын алып беруге, сонда енді жағдайда көп жоқ жерлер ғой. Мана кімге, Альдоға. Содан Альдо Флоридадағы үйіне мынаны қондырыпты ғой, аннан қашқаннан кейін. Соны айтып жатыр дейді да, жаңа ана елден кеткеннен кейін өзі үйіне, жаңа Флоридада ма бір жерінде үй бар екен. Сол үйде тұрғызған екен ананы. Дүние алма кезек қарасаңыз, Иә. кезінде сіз біреуге мысалы қолыңызда билік байлық болып тұрған кезде қамқорлық жасап, бір мүмкіндік жасадыңыз, оны алдыңыздан шығып тұр ғой енді бір. Енді ол деген жаңа қазір Альдоның адамгершілігі сондай қасиеттерді көрсетіп тұр ғой бойында. Осы UFC-дің даңқ залы деген түсінік бар ғой, Иә. Осы Жозе Альдо Алды ғой. Кеше соны көрсетті ғой. Ол қашан кірді? Жоқ. 1 жылдан асып кетті. Кірген соны көрсетті, жаңа кірген пиджагын кигізіп, жылап, кірді ол. Ол. Найзада сондай болады ма вообще? Енді әзірше әрине ол жасауға, бұл бір тарих болғаннан кейін бұны міндетті түрде жасау керек. Қазір көре жатармыз. Жалпы біздер алдында жарияладық қой. Ана Сағындық ағай, Ашым ағай, Баян ағай, Айбек ағай, сол кісілерге өзіміздің тарапымыздан не бердік? Жаңа мына найза деп жарияладық қой, бірақ осы аралас жекпе-жекке қосқан үлестері үшін осындай найза әлі жоқ залында, бірақ болашақта болатын. Соның ішінде осы 4 кісіге орын бар деген сияқты сөйтіп нелерін бердік қой. Алдын ала бронь. Алдын ала бронь. Жоспарда бар деген сөз. Жоқ, жалпы сыйлықтарын бердік қолына, бірақ сол кісілердің аттары ең бірінші жазылады. Статуэтка есебінде. Менің ойымша негізі даңқ зал деген түсінікті біз кішкене шеңберін кеңейтетін болсақ, қазақстандық кәсіпқой спорттың жетістіктері деген арнайы бір ұлттық спорттық мұражайы ашылған сәтте міндетті түрде жеке бір бөлме болу керек сияқты. Оның ішінде біздің Геннадий Головкин бар, барлық осы кәсіпқой спортта Шавқат Рахмонов, бүкіл кәсіпқой боксшылар, ММА жауынгерлерін бір залға арнайы шоғырландырған әлдеқайда қызықтырақ болады. Негізінде жақсы идея деп ойлаймын. Осындай ашу керек, неге ашпасқа? Атакентте бір бос павильондардың біреуін сатып алып әлде жалға алып. 100-ден кейін сондай істемейсіңдер ма? Как раз сол юбилейге. Майдания FC 100. Құдай қаласа. Зал славы. Жалпы жоспар көп қой. Жұмысымыз алға бассын, Құдай қаласа. Енді менің ешқандай күмәнім жоқ бұл зал ашылатынына. Бұйыртса. Ең біріншіге кім бересің? Кімге бересің? Ең бірінші емес, 4 адамға беріп тастады ғой. Давай именно жауынгерлерден. Ойланып көру керек. Неге десеңіздер, бүгінгі менің мына кеше Давай, 3 адамды айтшы, 3 адам Қазақстанның азаматтары. Федор Емельяненконың интервьюін қарап едім ғой. Сол бір жақсы нәрсе айтты да. Сізге орай бір спорттық ғимарат салынса қалай деп айтқан ғой. Сондай деді, тірі кезімде салмай қойсын дейді. Менің атымнан бермей қойсын дейді. Неге десе, енді мен қазір Федор Емельяненкомын деп айтады да. Қазір мүмкін мен біреуге жақсымын дейді. Өлгенше мен бір жаман нәрселерді жасап қойып, ертең мені жаман деп жүреді дейді. Бірақ қазір маған бірдеме салып қойса, ертең соған көз түсіп адамдар жамандап отырады дейді. Сондықтан өлеймін, еңбегімді бағаласын. Егер мен содан кейін жақсы адам болатын болсам, содан кейін салсын деген сияқты ғой. Сосын мен саған айтып тұрған мәселем,
жана оған дәл қазір ашылса ма? иә дәл қазір ашылса Бүгін ашылса. иә бүгін Или ертең. ашылды вот міне кеше ғана ашылды Кеше ғана ашылды. Енді сен соның ішіне 3 адамды 3 адам сал деп жатсың ғой. иә Манағы бірінші жариялаған 4 адамды айтып кеттік қой уже. жоқ именно жауынгерлер міне осы біздің допустим міне Қазақстан 30 жыл А, 3 суретке бір адам тыққың келсе. жоқ ана жақта былай ғой, не только бойцы. мен жауынгерлер туралы айтып жатырмын. Жоқ, ол түсінікті ғой. Жауынгерлер туралы. Вот именно жауынгер. Осы вообще залса сол чисто жауынгерлер нету үшін нетесің ғой. В любом случае. Сула сен ағаларымыз да, аталарымыз да. не менің ойымша негізі бұл жерде 50% кем дегенде таңдауды жанкүйерлерге қалдыру керек сияқты. Яғни дауыс беру арқылы UFC-де солай істейді ма? мен білмеймін, бірақ мынандай механизм бар. UFC-де олай Спорттық біз былай ғой, біздің менталитетіміз, біздің дүниетанымымыз, біздің өмір сүретін кеңістігіміз UFC-дің өмір сүретін кеңістігіне мүлде ұқсамайды. Бұл кісінің айтып Арман тұрған Алтаевты істейді солай. Жоқ, ол айтып отыр ғой, жеке сенің ойың. Муат Хамитовты дейсіз солай. Жігіттер красавчиктар. Но профессионалдар бар. Түсінетін. Кімге беру керек? Адам халық білмеуі мүмкін. Вполне вероятно. Жоқ, оны шешу оңай ғой. Жанкүйерлер бар ғой. Жанкүйерлер бар ғой. Жанкүйерлер Яғни міне айтып отырғаным, и не жанкүйер егер интернетті ашады и все. 50% мынаған деп жазасың. Былай істейсіз, сайтқа адамдардың, үміткерлердің тізімін жариялайсыз. Подкастты бір жермен шатастырып алған жоқсың ма сен? Жозәлді не отыр? Жозәлді не отыр? Үш адамды. Дұрыс айтады. Сұрақ дұрыс емес. Жоқ, бұл негізінде дұрыс айтып тұр. Ең бірінші тек жауынгерлер емес болатын болса, тек жауынгерлер, мен қазір жауынгерлерді есіме былай түсіріп жатырмын ғой. Есімде жоқ. Почему? One FC. Найза бөлек өткізген жекпе-жектер туралы. Только все түсінікті. Сен жасың үлкен ғой, жақсы не істемей қойған. Я сейчас уйду. Найзаның айналасына келтіретін болсақ, енді әрине бұл найзаны давай жауынгерлерден бір адам айтайын да, бірінші да. Онда бір адам ғана. Найзадан менің ойымша максимум бір адам. И бір адам вот қандай уақыттың ішінде, допустим, жыл сайы ма или қалай? Жыл сайын ба дегенде, жыл сайын бір адам кіріп тұру керек па сонда? Олында найзада жауынгерлердің саны қалмай қалады ғой. Я осыны да ойлап жатырмын. Жоқ, ондай нәрсе емес қой. Жыл сайын жетеді. Мен саған айтайын да, допустим, соған кіретін адамдар біздің қатарымызда отыр, ол проблема емес. Былай жауынгерлерді айтатынбыз. Бірінші қара, статистика бойынша бірінші турнирде төбелесті. Найзада 7 ма 8 жекпе-жек өткізді. Оның әрқайсысы биг драма шоу болды, былай қарасаң. Чемпион болды. Ода проблема жоқ. Всякий бойларды көрдім. Бычыт шығып, жеңген, бычытын шығарып, жеңген, разный бойларды көрдім. Мен ол туралы айтқан жоқпын. Жыл сайында салатын жауынгерлер де жетеді. Неге десеңіздер, давай былай жасайық. Бүгінгі таңда найзада 59 турнир өтті деп айтайық, иә? 60 турнир өтті деп айтайық. 60 турнирді шамамен әрбір жарысында 12 жекпе-жектен болды деп айтайық. 12-ні 60-ға көбейт. Көбейтін шамамен 720 жекпе-жек болды, бауырым. 720 жекпе-жектің ішінен неужели сен бір как минимум жылына қоятын бір жекпе-жек таба алмайсың? Таба аласың ғой, таба аласың. Жауынгерді таба аласың. Бірақ бұл жерде бір төбелесіп кетіп қалған, даже қызық жекпе-жек болатын болса, ол қызық емес. Бұл жерде тарихы байланысқан жігіттер керек та. Шамамен егер медийный жағын айтатын болсам, мына кезінде Сула, допустим, телефонмен түсірген найзаны. Мен үшін, допустим, лайықты адамдардың бірі да, сол найзаның жаңа несіне кіруге. Ол мен қазір жақтап ештеңе айтып жатқан жоқпын. Мен қалай айтсам болады, мен енді есіме түсіріп отырмын ғой тарихты. Бірінші күннен бастап соңғы күнге дейін қалай болды. Егер өйтіп айтатын болсақ, менің қасымдағы достарым бар, бауырларым, біреу төреші болған, біреу тағы да болған. Өмір бойы сол салада жүрген жаңа несін, бүткіл еңбегін ақшасыз жасаған кездерде болды. Бұл ақша алған жоқ кезінде. Бұлар мына 30 мың теңгеге төбелесті кезінде. Былай қарасаң да. Сондай моменттер бар ғой. Мәселе жаңағы менің жаңа ақшамды экономдап қалды дегенде емес. Сондай кездер болды, солай болды. Всякие бывало. Но было весело. Әрине. Бұл тарих қой, тарих. Анау кімде Джо Роганда айтады ғой, UFC-дің киносында.
Данабайтпен 2 рет па 3 рет па бұл гонорарсыз келген ғой. 12 рет па 12 шоуында ма түскен, соның басында 5-еуінде ма 4-еуінде ма гонорарсыз жұмыс жасаған. Маған гонорар керек емес деп өзі келген ғой. А ол кезде 90-шы жылдары бұл организация уже обороты шамамен 40 миллион ба сондай доллар болған. Шамамен. Еще прайд болған уақытта. Жоқ, прайд сатып алып. А уже прайдтан кейін. Жоқ, прайдтың алдында. Прайдтан алдында. Олар басында убытыққа кеткен компания ғой. 4 миллион, 1 миллион ба сондай доллар қалады. Содан кейін жаңағы или 4 миллион қалама, содан кейін айқай-шу жаңағы инвестировать ет. Содан екі ағайынды жаңа кім? Фертиталар 40 миллионға дейін ақша құяды екен ғой. 40 миллионға дейін 4 жылда ма 3 жылда ма сондай ақша құяды екен. Содан бұлар әлі түсінбей жатады, не істейтін, короче, бұл тоқтатамыз ба, не істейміз ба дегенде сөйтіп көтеріледі ғой. Сондай сенімді адамдарды ғой, мысалы команда сөйтіп алып келді. Мен Найзанды сөйтіп айтамын, Нұрбек ағаның жанында жүрген командасы бар ғой. Маңдайынан келе жатқан балалар ғой бірге. Нұрбек Мұңдықов, Азамат, Аллаға шүкір деймін да, ондай команда. Ондай жерде көп сынып қалады. Енді действительно жоғарыдан көргісі келді. Нұрбек ағаны білемін ғой, квартирасын сатып, турнир алып келіп сатып тастаған мысалы. Ол екінің бірінің қолынан келмейтін нәрсе. Мен төбелестім, айтып отырмын ғой. Сол сияқты ғой мысалы. Кезген адам, кейбір адамдар сынып қалады ғой, айтады қойшы деп. Возвращаясь, Владимир. Міне қараңыз, жаңа ғана айттыңыз. Ана кім еді? Альдо күтіп қалды ғой бізде. Бұрынғы өткен жылы ғана. Вот. Слабый. То есть мына жерде именно мен айтып жатқаным то, что менің ойымша оған кірсе, оған действительно великий чемпион керек. Жоқ, мына кімнің Сәкеңнің айтып жатқан саған нәрсесі бар ғой. Типа бұл жерде жаңағы міндетті түрде UFC-дікіндей жасау емес. Өзіңнің, сосын және де айналаңдағы адамдар, қазір сен Найзаның жанкүйерлерінен бірдеме сұратын болсаң, кеше қосылғандар бар. Қазіргі Найзаның көрсетілімі бір жылдың ішінде там 120 миллионға тақалатын болса, 120 миллион адамы көрген болатын болса, сол 120 миллион адам тек қана 24-ші жыл қосылған. Былай қарасаң, YouTube-тағы да тек қана 24-ші жыл қосылған. Ал енді олардан сұрасаң, олар Жұманның бойын көрдің ба десе, 2003-те қой, қайдағы Жұмаң ба, ол даже жоқ қой ешқай жерде. Оны білетіндер осы жерде индустриядағы жүрген адамдар біледі. Қазір біреуден жекпе-жек қанша жекпе-жек өтіп кетті, біреуден бірдеме сұрайтын болсаң, ақпарат та алмай қаласың ғой, егер ол цифрада жоқ болса. Сондықтан осының бәрі профессионалдармен істелінеді. Әрине, жаңағы сол болған тарихта жүрген адамдар. Жақсы, Альдо туралы айта кетейінші. Альдо 10 жылдан бері, Конор Макгрегормен төбелесердің алдында 10 жылдан бері титулдан түспеген адамдардың бірі екен. 10 жылда разве? 10 жыл? Нифига себе, монстр. Бұның трилогиялары бар. Трилогия ма или екі жекпе-жегі ма? Фейбермен болды ғой. Жоқ, Фейбермен. Чатмандеспен болды. Ең үлкен тарих ода Чатмандеспен болды. Бір-бірін құлатқан, содан кейін ақырында жеңген екі жекпе-жек ойдың да. Вот сол жекпе-жектер әлі жарқын есімде да. Вот UFC-де қазір жекпе-жек көп қой. Жылына 40 шақты жарыс өтеді. Бірақ сол жекпе-жектер қараш Дос Сантос, Веласкес, Конор Макгрегор, Альдо, оның алдында Чатмандес пен Альдо. Нед Диас, Конор Макгрегор. Нед Диастың ана бір не болды ғой? Жекпе-жегі кіммен ана? Джон Джонс, Кармия. Карлос, жоқ. Бір кездері ана бір жекпе-жек, бір жауынгер болды ғой, білесіңдер ме? Соған бәрі өте қатты қолдады. Мынау өседі, бүйтеді. Петис, Энтони Петис. Чемпион же болды. Энтони Петис пен Бен, кім еді ана? Артынан Бен Хендерсон. Беллаторға кетіп қалды. Бен Хендерсон, сонымен жекпе-жектер әлі есімде де жарқын сондай. Андерсон Сильвамен өте керемет. Сол бұл поколение. Ана кімше Альдо, ол динозавр ғой. Қазір мына TikTok жауынгерлері, әлі қырлы жүр ғой. Кімет анау? Оның салмағында Макс Холлоуэй. Шон O'Malley, бұлар енді мен үшін андай, біздің тілімен айтқанда, қазақи тілімен айтқанда, действительно андай шоумен жауынгер ғой. Оны даже Конор Макгрегорге жақындата алмайсың. Неге десең, слишком разноцветный да мынау. Шашын бояп алған, там тудас. Конор Макгрегор хоть үстін бояса да, ол еркек қасиеті көрініп тұрады да бетінде. Андай, қалай айтсам от жаңа. Тигр сияқты болып тұрады да. Мынау бір түсінбейсің, қыз теке сияқты ма, жаңа шашын бояп алған, анау былай тырнақтарын бояй ма, сондай бірдемелері бар. Бұл больше анау кімге ұқсайды да?
Моргенштерн ба соған ұқсайды да біртүрлі, менің ойымша да соған ұқсайды, ұқсастығы бар. Бірақ енді ол әрине сол елге өзінің жеріне жаңағы лайықты нәрселер ғой, сондықтан жаңағы бірақ Жозе Альдоға сондай динозавр керек қой енді дұрыс келесі айтасың. жекпе-жекке. Дұрыс айтасың, иә. И бұл жерде екі эпоханың, егер олар титулда кездесетін болса, екі эпоханың кездесуі ғой. негізі екеуміз бақытты сәтте өмір сүріп жатыр екенбіз деп ойлаймын да қазір. Әрине, Неге? иә. Өйткені біз өзіміз тарих деп біз өзіміз үлгі тұтқан есімізде қалған жекпе-жектерде мысалы жаңағы Джозе Альдо, Макгрегор сияқты, Хабиб сияқты адамдар есімізге түседі ғой. Қарасаңыз тек денесінде татудан басқа артық қылықтары жоқ, особо былай айтқанда көзге түспеген. Ал енді 30 жылдан кейін, 20 жылдан кейін келесі болады буын осындай подкастта отырып олар есінде ма Шон Омейли шашын жасыл түске бояп шығып еді ғой, қызыл күлгін түске бояды ғой деп айтып отыр ма деген. Өкінішке орай да. Өкінішке орай сондай Бірақ мен бір нәрсе айтқым келеді бұл жерде. Бұл сәтке ол уже мына біздің жастарды тәрбиелеу, жастарға айтарым әңгіме ғой. Тек қана жастарға емес, кәсіпкерлерге, осы салада жүрген адамдарға шаршамайтын бір нәрсем бар ғой айтатын. Біздер өмір бойы әрбір адамның миссиясы бар ғой. Сондықтан біздің спорт салада таңдаған миссиямыздың осы бірі. Жастарды спортқа әкелу. Әрине тек қана оны білекпен мықты қылу емес, рухани, ойлау қабілетінде, және де тәрбиесінде, Ақша. адамдарды түсіну несіне бағытында, және де спорттық бағытта бір жетістікке жету мақсатында біздер оларды үйретеміз. Сондықтан біздің миссиямыз спортқа баланы алып келу, және де оны дұрыстап тәрбиелеу, мықты чемпион қылу, тұлға қылу. Артынан адамдар еретін ролевая модель дейді ғой, сондай жасау. Сол бағытта шаршамай жұмыс жасау беруіміз керек бізде. Неге ол маңызды? Қазір мына социалдық өмірді алатын болсаң, бұл жерде өмір естімеген там бірдемелер қозғалыстар көтеріледі да, аттарын айтпай қойым, анау дейді. Оның артынан еретін осынша адам бар дейді екен да. Одан кейін әрбір кинода, сериалдарда көресіңдер, темекіні былай алады да, деп тартады да түтінді былай жібереді. Әрине ол жерде Marlboro, Camel тағы да басқа деп жазбайды, бірақ ол адамның басына кіріп жатыр да. Олар да жұмыс жасап жатыр. И ол әрбір кино темекі шеккен. Мен оларды жамандамаймын. Олар әрбір өзінің адамның мәдениеті бар. Соған принциптары бар, келсе ме, келседі, жасай береді деген сияқты. Соны жарнама қылып жатыр. Одан біреу арақты жарнама қылып жатыр. Тағы да басқа. Өзіміз спорт саласына айтып отыр, бейтинг жағында жүр да, допустим. Енді бұның артынан еретін де бір жастар бар. Ал енді біздер өзіміздің тарапымыздан жастарды кішкене осы салада жүрік қой. Темекі шегуден қаша алмайсың, қасыңда біреу шегер. Мүмкін әкең де шегер деген сияқты да. Үйдегі әкең де шегер. Бірақ сен шекпе. Сен жасама. Сен барма ол жерге. Достар, біздің ұжымымыз мүжеде енді түні күні ұйықтамай жұмысын жасап келатыр. Оның мен соны көре отырып, сіздерден бір нәрсе сұрағымыз келеді. Мына видеоларды көре тұра, сіздер көптеген көрсетілім бересіңдер, бірақ кейбірлерің жазылмай қаласыңдар, және пікірлерің жазбай қаласыңдар. Сіздерден сұрайтынымыз, жазылыңыздар, мына қоңыраушаны басып қойыңыздар, және де пікірлеріңізді жазып отырыңыздар. Біздер үшін ол өте керек нәрсе. Сондықтан күтеміз. Дәл солай біздер бір өзіміздің кәсібімізбен, неге мен айтып отырмын да, спорт саласында жүрген адамдардың жұмыстары өте маңызды мен үшін. Манағы еліме қызмет қылмай, тірі болсам еліме қызмет қоймаймын деген әңгіме осы да ғой. Біздер қазіргі тарда бизнестен басқа, тағы да маркетинг стратегиядан басқа, тағы да ананы көтереміз, мынаны көтеремізден басқа біздің қолымызда сіздер журналист ретінде, Жуман жауынгер ретінде, және де тағы да журналист ретінде, мен промоутер, менеджер ретінде, спорттық функционер ретінде, сіздер журналистер барсыңдар. Біздердің жұмыстарымыз бүгінгі күні жастарды басқа жолмен алып кету да. Енді әрине 100 бала болатын болса, біреулері басқа жолмен кетеді, жаман жолдармен. Бірақ біздер көп промоушн арқылы, әдемі картинка арқылы көбірек жастарды былай қарай ертіп кету. Сол біздің миссия да, түсіндің бе? Ертең 30 жылдан кейін сен айтып жатсың ғой, адамдар қарайды деп. Шон Омейли отса, анау бүйтіп отса деп.
әр заманның 100 өзінің адам бір болмау керек, ол жерде бір 30-40-ын біз алып кету керекпіз ғой былай қарай. сол айтқым келіп отырған жаңағы даңқ залы болсын, осындай тарихи енді сәттерде енді бұл бір сол заманның тарихы, сол уақыттағы құндылықтарды насихаттаған, үлес қосқан адамдарды лайықты кезінде бағасын беріп, және әр турнирде дұрыс айтып отырсыз, мысалы енді патриотизм, мынау қазір бізде ең актуалды мәселелердің бірі ол шындығында елдің шекарасының бүтіндігі, біздің бейбітшілігіміз, тыныштығымыз деген нәрсе ең басты біздің уайымымыз болып тұр да қазір. Осы бағытта жұмыс істесек, мен ойымша найзаның да менің бір қосарым бар. Негізі Хабибті енді мысал ретінде айтатын болсақ, найзаның басты мақсаты Нұрбек ағалардың мысалы осы найзадан бір үлгі тұтатын бір азамат шығару ғой болашақта. Хабиб секілді. Бірақ енді жаңа айтып отқан мәселелердің бәрі дұрыс, бірақ енді тәрбие ол отбасынан басталады. Ол отбасынан басталатын нәрсе. Мен сол үшін ата-аналарға айтатын, көп көңіл бөлу керек жастарға. Надо бить. Жоқ, ұру емес, мәселе ұру емес. Ол енді ол кез келген отбасында болатын нәрсе, ол ешкім бірін-бірін жасырмайды ғой, бірақ Сен ұрды ма? Главное. Бірақ ол енді ол кезде енді бәріміз ұрды ғой. Бірақ енді одан жаман болмайды ғой. Сол содан бастау керек деймін да мен мысалы. Жұман Тәрбиені. Өз баламды ұрмаймын дейді, надо бить дейді де еще. Менің баламды шешесі ұрып жүр. Шешесіне беріп қойған да ол. Жеңгешкаға беріп қойғасын сен походу. А так как раз айтады ғой, Жұман дұрыс айтады. сізге сүйегі бізге Жұманның айтып отқан мәселесі, жаңа көрдің ба? Тәрбие үйден басталады. Ол өте маңызды мәселе. Короче, үйден басталады, бірақ біздің мақсатымыз сол ата-аналарға, неге десең, ата-анада әртүрлі болуы мүмкін. Ата-ана бар біздің үйде шалдар сияқты, жаңа әжелеріміз, аталарымыз сияқты. Одан әке-шешелеріміз сияқты ата-аналар бар, 60-тан асқан. Одан 20-ға келген балдар бар ата-ана болып отқан. Солай емес пе? Бұлдары әртүрлі, дүние көзқарастары әртүрлі. Енді қазір ойлаймын, жаңағы 20-дан енді асқан ата-аналар, олар енді баланы ұрмақ түгілі, тіпті қалай өсіріп, қалай бағып енді үйреніп жатыр. Әртүрлі, Енді олай. Перешли вообще с ММА на тәрбие вообще, бала-бақша. Ты должен понимать, брат, что Институт. ММА это и есть бала-бақша институт. Біздер осы ММА-де тәрбие бағытында жұмыс жасау керекпіз деп жатқан әңгіме ғой. Сол мен Жұманның айтқанымен толықтай келсем, одан жаңағы Альдодан бастадық қой, Альдодан бітірейік. Одан ары қарай сосын жаңағы Альдо емес, Пантожа бар. Жоқ, енді Альтоға Сулы. Бұл маңызды мәселе. Жүрек ауыратын мәселе. ММА-ды балалар көреді ғой. Просто қазақ тілін онша түсінбеймін. Мен корейспін, жаңа ғана ақындап қазақша сөйлеп жатырмын. Жоқ, сол сияқты ғой, бізде шафқат бар енді, шафқаттың артынан көп адам қарайды мысалы. Мен де өзім білемін, сол шынымен залға келеді, бізде шафқаттың еселініп тұрады, сақта білесіз ғой. Кірген бәрі шафқат. Оның артынан қарап отқан бала жетеді. Бірақ ол бұл жерде түсінетін нәрсе, ол оның істегенін істейді, айтқанын емес. Осыны түсіну керек. Бірақ шафқат үлгі болып тұр да соларға, міне. Мысалы Дагестанда Хабиб болса, Қазақстанда шафқат, міне. Осыны азаматтар көп болу керек. Бірақ мен ойлаймын, бірақ найзадан, осы топ өзіміздің промоушн найзадан онда азамат шығады деген ойдамын да. Қалыптасып келе жатыр. Қалыптасып келе жатыр. Триктер бар. Құдайға шүкір, Алла Тағала тек оларға күш берсін, қуат берсін, бастарына дұрыс сана сезім берсін. Мына Пантожаға көшейікші, қарсыласымен. Пантожа, мен түсінгенімше чемпион болды, Жоқ, чемпион. Белбеуін қорғады. Қазір қорғады. Қазір белбеуін қорғады. 5 раунд жекпе-жек, енді оңай болған жоқ, жақсы жекпе-жек болды, бірақ Пантожаның қасы жыртылды, маңдай ма қасы жыртылып кетті. Одан ары қарай қарсыласы Стив. Сол жекпе-жек талқыласақ жақсы болатын еді. 5 раунд өте ауыр жекпе-жек болды деймін. Бірақ көрген болсаңыздар, Пантожаның стойкасы вообще жоқ қой. Бірінші раундтан бастап өзінің қарсыласына турамен жүгірді ғой. Жалғастыра беріңіз. Мүмкін тактика солай болған шығар, өйткені қарсыласы тұрып айқасудан өз шебер екен көрініп тұр. Былай қарасаң, Эрцег постоянно сайдстеппен оны хотел подловить. Ұстап алғысы келді. И как будто мен қараған кезде, ол Шон Эмели сияқты ана Алджимейн серігінде қас құлатады деген ойда мен былай қараған кезде сондай ойым болды. Бірақ Пантожа ол былай басы қатты да. Соққы көтере алады. Соққы көтере алады. Тактикадан бұзбайды, постоянно күрескен. Маған бой өте жақсы ұнады.
иә мүмкін тактикалар солай болған шығар, өйткені бірінші раундтан бастап күресе бастады ғой. Стив Уэрцик негізі австралиялық жауынгер, иә? иә Австралиялық. Бұл жігіт қалайша титулдық жекпе-жекке үміткер болып келді? соңғы нокаут иә мүмкін сол нокаут үшін берген шығар, иә керемет нокаут сол қолмен құлатты ғой қарсыласын. Бірақ бұдан да мықты қарсыластар болды, оның өзін білесің, Мухаммед Мокаев иә историясында шығарып өтті, мен ұтқан жігіт қалай қазір белбеуге төбелесіп жатыр деген секілді. Мүмкін оларға сол қызық болған секілді ғой, как тұлға ретінде мысалы. Енді UFC-да бір ғана немен қарамайды ғой, боецтің өміріне қарайды, қай мемлекеттен шыққанына қарайды, толығымен оларда пиар машиналар. Адам сатып алды. Иә, пиар машиналардың бірі ғой, ол тұрғыдан да қарау керек. Макаевқа қанша ақша береді, рекламада жүр, қанша ақша береді. Сол секілді ғой. Бизнес сол жерде, дұрыс айтады Сұлтан жерде. Былай 5 раунд қорытындысы бойынша енді меніңше Пантожаның жеңісінде ешқандай бір күмән болмаған сияқты. Күмән болған жоқ. Бастапқы бірінші, екінші раундта ашылу қиында болды, сәл қозғалыстары. Одан кейін күш қосты және өзінің барын салды. Бұл нешінші қорғауы? Бірінші қорғауы. Ну, по-моему, пару раундов он проиграл все-таки. иә Бастапқы раундтарды айтып отырсың. жекпе-жек былай тартысты болды. Өте жақын жекпе-жек. 5-ші раунд біткен кезде мысалы мен өзім 100% мен айта алмадым. 100% Пантожа жеңді деп ойымда болған жоқ. Қазір қандай шешім берсе, вот как бы енді чемпион деген атағы бар, мүмкін сол үшін берген шығар. Иә, ондай жекпе-жектерде негізі болады. Егер жақын жекпе-жек болса, чемпионға береді. статусы решать етіп кетеді, сөздің шыны керек сол сияқты. Кейбір жекпе-жектер сондай болады. Иә, кейбір. А кімді алсақ, хотя кто его знает. Ойынды оқи алмадым. Сол сияқты. Кейін айтады, есім түскен. Шевченко, Грассо, соңғы жекпе-жектері. Ой, Грассо сол жекпе-жекте Грассо чемпион болды. Да. Мен сол үшін айтамын, хотя кто его знает. Судьяларға да байланысты. А что, как насчет Куат, самый лучший найман в мире Хамитов и... Усап тұрды білсет, иә? 11-ші мамырда. Айтпақшы, аренада солдаут. Қуат Хамитовта қарадым. Жазып тұр, солдаут. Кім біледі? Солдаут деп тұр. Может, әскерлерге бере салған шығар, жартысын. Солай істейді ғой олар. Солай істейді. Мүмкін толтыру үшін. Иә, милицияға ма нелерге жартысын бере салады, давай теккенде солдаут керек деп. Бәрді ешкім алмайды деп. Осы жекпе-жек туралы не деп ойлайсыз? Неге кіріпті уже конкретно? Қай қала? Екатеринбургта? Екатеринбург қойдым, иә. Екатеринбургтың тарихын білемін, енді бәрі қалай болғанын, масқара. Енді мен ойымша, негізі Қуат Хамитов осы қазақстандық ММА-да өзінің ойып тұрып орын алатын бір тұлға, ондай жігіт. Мен әркез айтамын, Қуат Хамитов өлетін жерін білетін жауынгер деп қалжыңдаймын. Қалай? Өлетін жерін білетін жауынгер. Это орысша как будет? Знает, где остановиться, говорит. Вот примерно так. Я же повторюсь, я кореец. Сондықтан мен ойымша Қуаттың бұл жерде өте бір тапқырлық, өзі де бағана видеосында айтып отыр ғой, енді мен келгелі Екатеринбургта ауа райы өзгеріп кетті, күн бұлттанып, күн суып, жаңбыр жауып жатыр дейді. Демек Александр Шлеменко үшін өте бір бұл қауіпті белгілердің бірі деген сияқты. Сондай хайппен де трэш-тогы бар барлығы. Бойды сатуды біледі. Бұл енді Қуат өзінше әлемі бар жауынгер деп есептеймін. Және де біз оны көптеген мықтылармен көргіміз келді ғой, шіркін мынаумен шықса екен, мынаумен шықса қалай болар екен деп. Тіпті мынадай жауынгерлер де бар қазақстандық ММА фанаттардың ішінде. Қуат мықты біреумен шығып, шіркін Қуатты біреу сабаса екен деп жүрген іштей ойындағы бар жауынгерлер де бар, енді жанкүйерлер де бар. Бар ондайлар, мен білемін олар. Бірақ бұл жерде біз Қуаттың әркімге деген көзқарасы әртүрлі болуы мүмкін, бірақ мына нәрсені ескеруіміз керек. Насихат, популяризация дейміз ғой, осы ММА индустриясының Қазақстанда көтеру арқылы қазақстандық ММА-дің деңгейін, трэш-ток деңгейі болсын, тағы да басқа, осындай СНГ-ның кеңістігінде Қуат десеңіз бәрі таниды. Және футбол. Және футболдағы жемқорлық мәселесі жеке тақырып. Дегенмен енді жақсысы жаманы сөзінде қателесі де бар шығар, бірақ менің ойымша Қуаттың рөлі осындай. Енді мына жекпе-жекте Шлеменко қартайды ғой. Менің ойымша қалай ойлайсыздар? Енді Қуат бір ешқандай қиындықсыз бір сабмишн жасап отыратын сияқты. Жоқ, енді қиындықсыз деп айтуға болмайды. Қиындықсыз деп айтуға болмайды. Енді
салмақтары разница ғой бұл жерде. И Шлеменко өте тәжірибелі. Тәжірибелі отыр. Иә. Қуат победит. Мен де солай негізі ойлаймын. Осындай жекпе-жек болса, Қуат жеңеді. қылқындыру әдісімен деп ойлаймын енді. Ол просто по-любому қалай болса да, короче, Қуат жеңеді, и не просто жеңеді осы жекпе-жек болса. Бірінші маусым күні Шлеменкеде тағы да бір жекпе-жек қой. Тағы төбелесе. Иә. Ол оны не Уақыт жоқ просто жеңеді, ол еще настолько бычын шығарып жеңеді. То мынау, по большому счету, Қуатты менсінбей тұр ғой. Меніңше бірінші маусым күні, короче, өз лигамда, короче, бас жекпе-жек соған шығам деп тұр ғой. Вот соншама, короче, бычын шығар, чтобы сондай несі, короче, Бірінші маусымда шыға алмайтындай қылып иә, чтобы приземлить его чуть-чуть. Сондай ақ бычын шығарады. Потому что мен 100% берем, осы жекпе-жек болса, менің ойымша, в любом случае осы жекпе-жек болмайды. Осындай чисто чуйка, вангую дегендей айтады ғой. Болмай қалатын секілді. Қуат Хамитовтен ба? Осы жекпе-жек. Но осы жекпе-жек болса, менің ойымша Шлеменко оған уже нормально дайындалған жоқ деп ойлап тұрмын. Менің ойымша осы. Не всерьез воспринимал. Себебі оның реальный бас жекпе-жегі бірінші маусым күні өзінің лигасында өтетін болу керек. Оның қарсыласы, по-моему, бір бразилиялық жауынгер ма, біреу какой-то бір. Онда Бізге жақсы ғой онда. Негр ма, кім Бізге білмеймін. жақсы ғой онда, если ол Қуат Хамитовты былай мен соны недооценивать дейді ғой. Да, мен соны айтып тұрмын. Бізге жақсы онда Қуат А Қуатты недооценивать это все, салам алейкум деген сөз. Салам алейкум, Қуат может быть любым, но ол профессионал деңгейі өте жоғары. Менің ойымша жылдамдығы әртүрлі, күрес деңгейі Қуатта жоғары. За счет скорости, за счет борьбы. Қуаттың ең нереальный несі, менің ойымша, ол интеллект. Біз Қуат нереальный Найман Хамитов туралы. Қуат Панцов. Нариман Аббаспен екеуінің бір реваншын жасау керек қой Қазақстанда бұйыртса. Шлеменкомен. Конечно, Шлеменкомен. Енді қазір қазір несін Фанилда, Нариманда, Қуатта, Шлеменкода қазір сынақ болады ғой енді. 11-інде аналарда, 18-інде мыналарда. Жалпы бұл жекпе-жектен қорытындысында сол кезде айтуға болады, не істеуге болатын. Енді Шлеменко железно 71-дің баласы емес қой. Даже 77-дің баласы емес. 84 салмақта Шлеменко. 84-те ғой. 84-те. А Қуатқа вообще проблема ғой 84? Проблема емес қой 84. Негізі Қуатқа жинау керек. Бірақ мен ойлаймын проблема 84. бойға шыққан кезде кім 100 болып шығатын сияқты примерно Шлеменко. Қуатмен ғой. 90 жоқ, Шлеменко қатты қоспайды. Қуат 90 болады, 90 болады шаре. Қуат он вообще 80 болады. 80 ғой ол примерно. 70 килоды қашан істеп, 71-ді қашан істей алды? Хардкорда төбелесті, ол жерде бірақ салмақ жасаған жоқ ол жерде. Всегда вот салмақ жасамай. Қуатта проблема болды. Мен кеше Фанил мен Нариман Аббастың екеуінің жаңа несін шығардым сториске. Кім-кімге дауыс береді екен. Содан жаңағы процентный соотношение қарасам, Фаниль алдама. Мен ана жерде голосование істедім ғой. мен соны саған алып келейін деп жатырмын, тоқта бір минут асықпа. Не говори никому. Асықпа. Асықпа, соны сенен рұқсат сұрайын, бірақ айтайын ба, айтпайын ба, сен кімге дауыс бергеніңді. 84-ге шығады бұлар, иә? Дұрыс, 84-ге. Егер айтса, жаңағы болады десе айтам ғой, болмайды десе айтам. Пожалуйста, конечно же, все болады, все болады. Енді қара. Сұрағым ғой, кім жетеді дедің? 800 мың адам дауыс берді ғой, 841 адам дауыс берген екен, соның 434-і Нариман Аббасовқа берсе, 407-сі Рафикке берген екен да, дауысты. Енді мен ойлаймын, әрине Аббасовқа, біз енді қазір мына келесі картқа көшіп отырмық қой, әдемілеп, да? Мына Аббасовқа тек қана азербайжандық азаматтар емес, Қазақстанның да жауынгерлері көп. Неге десең, жаңа Қуатты өздерің айтып жатсыңдар, оның алдында Мариф Пираевті ұтып алды, Шамиль Зауровты ұтып алды. Сол мана жоғары аталған жауынгерлердің бәрін жеңді. Енді сол елдің адамдары бұны таниды деген сияқты. Нариман Аббасов тек қана Азербайжан емес. Неге десең, елдің мықты жауынгері, енді сол кездегі мықты жауынгерлер ғой, Шамиль Зауров деген бір кездер ешкім жиналмаған жауынгерлердің бірі болды ғой. Мариф Пираевті ешкім жиналмады, былай қарасаң, иә. Сол Мариф Пираев ол басқа әңгіме ғой. Өйткені Мариф Пираев, по-моему, өте көп салмақ қуды ғой. 23 килограмм. Идаржан, ол болар іс болды ғой. Кім қалай қуды, жекпе-жекке шықты ма, болды. Ешкім салмақ, тек қана өзің сияқты жаңағы қалай сарапшылар айту мүмкін, жаңа салмақ алмады бүйтті. Көпшілікке ол ұтылып қалды, болды. Ол сол жерде ешқандай әңгіме жоқ. Енді
жоқ постфактум. мен қалай айтсам болады жаңағы жанкүйерлердің тарапынан айтып жатырмын. Иә, Мына жерде неге сен дауыс беруді талқылап жатырмық қой. Сонда енді Сулыны байқап қалдым. Сулы кімге дауыс бергенін байқадым. Айтуға болады ғой да Сулы. Конечно. Сулы Қайрат Нұртас. жоқ фанильге дауыс берген екен. О, Бірақ да солай ғой. Я не помню. Жоқ, сен фанильге бердің. Сен қателесіп қойған жоқсың ба? Ол күні мас едім десе. Но вполне вероятно фанерге бердім. Бірақ мен сол кезде ойланып қалдым. Сулы осыдан 1 жыл жарым бұрын Найза Аварс жасаған кезде біздер фанильмен пресс-конференция болды. пресс-конференциясын жасаған кезде сен фанильге өте қатты Маған нариман. вообще фаниль маған айтты, маған ана VIP зонаға билет сатып беремін Жоқ, деді. сен сол кезде Ол қатты фаниль, ты обещал мне купить билет в VIP зону. қазақша сөйле түсінеді. А, my friend, you remember? Маған бір билет сатып беремін дедің. Ана VIP зонаға, фаниль. Есіңде ма? Есіңде ма? Міне, айтып тұр маған. Есіңде ма? Содан жаңа сені байқап қалдым Сулы, сен кімге фанильге дауыс берген екенсің, бірақ екеуің араларыңда бір жайлап түсініспеушілік болды. Ол жерде мына жерде отырдық. Сен шынайы фанильдің жинетіне сенімсің ба, или сен жаңағы ел патриоты ретінде жаңағы әрине біздің бала үшін дауыс беремін дегендей келтіріп жатсың ба? Мен, конечно, мен осы жекпе-жекте фанильдің жанкүйері боламын. Иә, Ол бірінші. жоқ. Сен фанильдің жинетіне сенімсің ба? Жоқ. Жоқ, братан. Онда неге дауыс Совсем. бердің? Ол жерген ғой. Совсем жоқ. брат. Жиналмайды деп ойлайсың да? Просто хотел его хотя бы там поддержать. Былай сенің ойыңша Нариман жинеді деп ойлап жатсың ба? Мен ана өткен подкастта айттым ғой, екінші раундта техникалық нокаут. Болса. Ал енді мен уже ойлап отырам, возможно, даже бірінші раундта техникалық нокаутпен фаниль бауырымыз өкінішке орай жеңіледі. Өте сондай қалай Жестко. айтсам болады, бесповоротный прогноз екен да. Қалай айтсам болады, жаңағы шанс жоқ та ешқандай да. Ну, мои слова, мен Қатыгез дұрыс айтып жүрсем, болжам болып тұр онда ғой. можно было бір жерге барып ставка қойып, и уже миллионер болу мүмкін. А мен миллионер емеспін. Иә, түсінікті. Жоқ, сен фанильдің жеңгенін қалап жатсың, бірақ іштей жаңа статистикалық көптеген жаңа нелерді бақылай отырып, сен Нариманның жеңетініне түсініп тұрсың, дұрыс па? Иә. Қарама қайшы Пікір? соланың ішіндегі жаңағы көзқарастар мен жанкүйерлік позициясы мен ММА сарапшысы ретіндегі көзқарастар бір-біріне қарама қайшы айқасып отыр ішінде. Иә. Сондықтан енді мен ойымша бұл жағдайда енді фанильдің мүмкіндігі де бар деп ойлаймын. Ешқандай Толықтай мүмкін. Менің ойымша, вот кешірім сұраймын әке, алдында мен пікір айттым ғой. Менің жаңағы қызық тұрған бір нәрсе, неге мен мана статистиканы айттым. Оны қазір шығарамыз мына жерге. 51-де 49 болып тұр да. Білесіз ба, екеуміз осы жерде отырған кезде мен процентный соотношение айттым. Жалпы енді әрине статистикалық тұрғыда Нариман Абасов мықты. фаворит. Ананы жеңді, мынаны жеңді, жаңағы былай. Бірақ соңғы 2 жекпе-жегінде, 3 жекпе-жегінде Dana White Contenders, Райзен. Қаныбек және де Райзен. Осы 3 жекпе-жекте мен оған күмәнім бар. Конкретно. Күмәнім бар. А фанильдің 3 жекпе-жегінде Найзады алатын болсақ, Лимберген жаңа айтқан жекпе-жегін, сол жекпе-жекті міндетті түрде қойыңызшы, артқа сәл айналып теуіп жатқан. Эльдар Құдайбергенов, Машрапов. Жоқ. Қаныбек. Ойнап айтамын. Қаныбек болды ғой. Жоқ. Эльдар Құдайбергенов пен Машрапов оның алдында ғой. Одан кейін жаңа не болды? Қаныбек болды. Одан кейін Бразилия болды, ана мықты Бразилия, Арман Оспановты жеңетін. Одан кейін 2 жекпе-жек, түсініксіз жекпе-жек неде болды? Поп-ММА'да. наше дело. Наше дело. Енді одан біреуінен тізеден құлап қалды. Екіншісінде по бокс шықты, теңге-тең төйлесті, бірақ менің ойымша теңге-тең, бірақ бері салды. Содан енді екеуін талқылайтын болсақ, бір-бірінен асып бара жатқан ешнәрсе жоқ. Ойбай, мынау Айдақар, мынау жаңа анау деп айтатын да. Можно я скажу, Нұрекем? Айтшы. Вот если вот Жумабековты салыстырсақ и фанильді салыстырсақ, вот ең главный бойцовский качестволарда, допустим, мен Жуманы қанша жекпе-жегін көрдім. Басына тиеді, ол стрессоустойчивость. Допустим, да, өзін вообще жоғалтпайды. Түсініп тұр. Вот фанильді ең жаманы басына бірлет тисе, он теряется. Кіммен Қаныбекпен было жақсы. Вот маған сол жекпе-жек өте ұнады. Қаныбек бірлет, короче. Менің ойымша
Вот мен фанильге ол жерде де тиді, Леймбергенмен төбелескенге де тиді, анау Бразилмен төбелескенде де қарсыласулар тиді. өзің айтып болсын ағай. А? Өзің жеткізе алмай отыр. Жоқ, айтқызбай ақ қояйықшы. Причем Қаныбекпен ол травмамен шықты ғой. Ай, Жақсы, опять айтып мы опять возвращаемся. Жоқ, стоп. Сразу Сулы. Записки от папы, от мамы оставляем уже. Көрдің Там ба? болды. Сула, болды ғой. Дұрыс айтады Сула, иә. Вообще, ешқандай саған. Мына Сулаға бүйтіп андасында қалжыңдаймын ғой, ойнаймын. Ол ағам ретінде. Жоқ, Не, реально. ну, сыйлаймын. Ағам ретінде сыйлаймын. Енді жасы 50-ге келсе де, бірақ енді маған жастай көрінеді да. Сондықтан екеуміз құрдас сияқты ойнаймыз. Бірақ енді әңгіме жоқ, үлкен мен. Вдруг 10 жас. девушки смотрят, 10 жас мен үлкен. вообще бір басқаша айтсайшы. Брадан, сен бұлар 18 за... 18 қызға айтылады Сен мына. түрінен де көрініп тұр, 50 келген. Саспай ақ қойшы, нормаль, бәрі біледі. Мне Иә, 18. маған бар ғой қазіргі таңда Жуман. Сенің пікірің маңызды да. Андай пікірің емес, иә енді қазақтың батырлары жеңеді ғой деген сияқты. Ол пікірді емес, иә ол пікір бәрімізде де жүрегімізді ұрып тұр ғой. Бірақ таза профессионалдық пікір айтшы. Кәсіпқой пікір. Иә, жаңа Очень интересно. қарсыластарына байланысты ғой негізі, бірақ настройға көп нәрсе байланысты. Бірақ фанилдің көп жерде байқайтыным, анда даңқты нелермен кездессе кішкене настрой онша емес болып қалады. Сол секілді бұл жерде шешетін бір факт ол фанилдің настройы ғана. Ал кімге Нариманға келетін болсақ, ол көптеген мықты спортшылармен төбелесті, екеуін есін салыстыратын болсақ әрине. Ешкімге жасыратын түгі жоқ. Fight Night'та төбелесті мысалы кілең мықтылармен. Бірақ бұл жерде енді мен ол жеке ойым, ешкім ренжімесін оған, екеуімен де жақсымын, бірақ 60-та 40 мен ойлаймын кім Нариман деп. А қалай? 60-та 40. Бұл жерде 3 раунд болады ғой жекпе-жек, әлде 5 раунд? 5 раунд па, 5 раунд. Оларда титул бар ғой. Титул бар. Медийный титул бар. Екі организацияның белбеуі қосылған. Ана бір түрлі қарап отырасың ғой белбеуге. Бір түрлі Fight Night сияқты алып да, бірақ найзан екенін түсініп тұрасың да. Арасында сондай символикалар. Фотосы бар ма вообще? Әлі дәл емес пе? Жарыста көресіңдер ғой. Ага. Иә, ол менің прогнозым осы, бірақ енді шын мықты түсін. Вот мынандай мәселеде өте маңыздысы және де керемет нәрсесі менің ойымша. Қазір пікір айтып жатырық қой. Содан көпшілік былай енді мен жаңа айтып үлгерген жоқпын. Философияға көп кетіп қалдым да. Бірақ ана статистикаға қарағанда менің пікірім жанкүйерлердің пікірімен бірдей болды да. Сол кезде айттым ғой, білесің ба, 49-да 51 болады деп. Статистикаға байланысты. А былай мен үшін бірдей. Ондай қатты манағы Жуман сияқты мен 60-та 40 деп жатқан жоқпын. Или Сула сияқты балтамен шауып жатқан жоқпын. Мен айтатыным, қара, 51% және де 49%. Өте жақын нәтиже ғой былай қарасаң. Өте жақын. Сондықтан бұл жекпе-жектің менің ойымша. Қазір бәрің айтып жатсыңдар ғой, біреулер. Менде де ойымша атам. Біреу құлап қалуы мүмкін, біреу жеңуі мүмкін да. Қазір оны да айтам. Бірақ бұл жекпе-жектің ең жақсысы кімге? Фанильге деймін да. Егер жеңетін болса. Нариман ұтса, бәрі айтады, Нариман мықты, Нариман ұтты. Жай қалып кетті. Фаниль ұтса, Он будет мне в лицо орать. жоқ, ол арат ешкене емес қой. 5-6 қадам жоғыра секіреді да. Тарих болады. Сондықтан бұл жерде в любом случае Фаниль Настроймен по-любому шығады. жоқ, мәселе настройда емес. Настрой ол сол күні көреміз ғой. Ұтылатын түгі жоқ дейсіз Иә, ғой. ұтылатын ешнесі жоқ. Фаниль бұл жерде ұтылмайды бұл ситуацияда. Сондықтан Фанильге телефон жекпе-жекке 10 күн қалғанда өшіріп, әлеуметтік желіде пікірлерді оқымай ешқандай фокустың барлығын жекпе-жекке бөлу керек деп ойлаймын. Ал енді жауынгер ретінде барлық жағынан сапасы бар жігіт. Ол да түсінеді ғой, әрине. Төбелесуге де тағы басқа өте жауапкершілік бар екендігін сезінеді. Жаңағы Сулан айтып отырған психологиялық сәт деп отыр ғой. Сол жағдайда да бәлкім Фанильге енді жанындағы адамдар, командасы өзінше басқаша бір күш-қуат беру керек деп ойлаймын. Бұл тек осыған. Ал жауынгерлік сапасына қарасақ, екеуі құлатып та көрген, құлап та көрген, жеңіп те көрген, жеңіліп те көрген. Бірақ жеңістері, айтулы жеңістері Нариман Аббастікі көбірек шығар. Дегенмен Фанильде өзінің өткен жолы бар жігіт. Сондықтан бұл жерде тек. Бірақ енді айтатын нәрсе, кім Аббас 5 раунд төбелеспеген. Иә. Ұзақ қашық. Ал Фаниль 5 раунд. Нариман Шамил Заводтың 3 раунд болды. 5 раунд Фаниль төбелескен. Бір шешетін факт, я мүмкін ол шешіп кетуі мүмкін функционалдық тұрғыдан болды. Жақсы айтты. Жуман жақсы айтып отыр. Серікбаймен тоже. Серікбаймен 5 раунд төбелесті. Серікбаймен тоже.
иә Ондай қашықтық өткен жігіт та бұл Фаниль. Ақыл сен 5 раунд деп ойлайсың ба болатын? Менің ойымша солай болатын жігіт 5 раунд. Енді Нариман Аббасов жекпе-жекті бірінші раундтан тез ширатып, сондай динамика қосатын жауынгер емес. Асықпай, Фаниль баппен. Сондай. жоқ Аббасов как раз таки Аббас қосады, негізі Аббасов қосады ол, иә. Такой Аббасов. Аббас бірінші раундтан қоспайды. Аббасовтікі бірінші раунд. енді кешегі соңғы жекпе-жектеріне қарайтын болсақ ешқайсында темп қосқан жоқ. Міне, Қаныбек Жәнібекұлымен жекпе-жегінде құлатты мысалы, иә, бірінші раундта. Но потом просто переломил ход. Иә. Иә. Екінші раунд или үшінші? Нариман енді өзінің жаңа мінезімен сол Онда. жекпе-жек. Енді вот соны айтатын болсақ, как сказать, мінезі енді кішкене Байрақтар. проценттері Байрақтар. көптеу сияқты. Бірақ менің ойымша шешуші фактор ол дайындық. Кім қандай дайындық өтті? Менің ойымша екеуі де жаман дайындық жасап отқан жоқ. Ең маңыздысы раздевалка кіреді ғой. Екеуі де бірдей раундқа дайын, физикалық тұрғыда, манағы Жұманның айтып отқан физикалық тұрғыда емес, психологиялық Вот, тұрғыда. міне сол. 5 раундта болдың ба, болған жоқсың ба деген сияқты. Иә. Тренировканың жаттығудың кезінде бір бөлек, октагонның ішінде бір бөлек. Мен сіздерге толықтай түсінбеймін бұл жігіттерді. Шын айтайын, неге десең 3 раунд өмір төрлесіп көрген жоқпын октагонның ішінде, иә. Бірақ сіздерге жартылай несін айтайын. Анау бір 3-ші раундта менің түсінетін бойынша бір раунд кезінде енді жаттығудың кезінде төрлестік 3 раунд, жарыстарда 1 раунд төрлестік. Сол кезде жауынгер анау соққы жібере берген сайын, жаңа шаршаған сайын, ода бәрі жайлап кетеді да. Вообще бәрі басқаша. Ана кейбірде білесің, оған қарап отырасың, ол саған былай қарап отырады да. Сен андай шапшаңдап, как будто өзің төлесіп жатқан сияқты, былай ор. Иә дейді да кетеді да, и жайлап кетеді да өзінің несімен. Оның өмірінде сол кездегі сәтте бәрі шапшаң. Бәрі жақсы, бәрі басқаша. Сырт көзге басқаша. Иә, көзге басқаша көрінеді. Сондықтан бұларды да түсінуге болады жауынгерлерді. Өте ауыр жұмыс. Жоқ, мынандай нәрсе бар да, бұл жерде мен енді шығып жүрген жауынгерлер ретінде айтайын, план бәрімізде болады сөздің шыны керек. Бірақ оның кез келген сол план бойынша жасай алмаймыз. Мен өзім лично сонда жауынгермін. Енді анақа планмен шығасың, Тайсон айтқанда бір соққыдан кейін план өзгеруі мүмкін. Ол жекпе-жек барысында адам, ол нағыз профи, сол жерде перестарайз етеді болды. Иә. Өйткені бұл жерде 5 раундтық жекпе-жек жігіттер. Яғни Жұманның айтып отырғаны өте жақсы айтты. Бір соққы, шешуші соққын жіберіп алып, айқастың сценарийі күрт өзгеріп кеткен жағдайда өзінің сценарий А, Б, С, Д дейтін жаңағы сценарийі қалтасында қоржында тұрған жауынгер өзінің сол жердегі нағыз кәсіпқой деңгейдегі жауынгер екен. Вот я про это говорил же, бір удардан кейін у Фаниль сондай не. Юлио келгеннен кейін тез ұмытып қалатын болып кеткен. Міне сол кезде жігіттер айтайын. Міне сол кезде сол кезде мына жерде қосылады міне жүрек деген. Иә, ана орысша айтады ғой, здесь заканчивается техника. Қазақша айт. Иә, мұнда техникалық мүмкіндіктерің және де функционалдық мүмкіндіктер біткеннен кейін рухтық, мінездік сондай мүмкіндіктер басады. Сосын Нұреке сұрақ, бізге де қызықты. Осы кештің басты жекпе-жегі Нариман Аббасов, Фаниль Рафиков. Гонорар тұрғысынан екеуінің алатын сомасы бір-біріне сай шығар, лайықты. Сай емес. Кімдікі көп? Әрбір адамның өзіне сай. Енді Нариман Аббасовтікі әрине үлкен гонорар. $100. Қанша? Айтсайшы. Шамамен екеуіне, давай мен былай бөлмей қояйын, бірақ шамамен екеуіне жалпы бюджет 10 миллионға жетпейді. 10 миллион? Жетпейді. Теңге ма? Қой, бауыр. Почти 40 миллионға жақындайды шығар. Да? Это если 40 миллион теңге. 40 миллион емес. Тоқта мен, дұрыс емес санап жібердім, тоқта. Айтсайшы, біз өзіміз санап береміз. 20 миллион теңгедей ғой. 20. Ну это получается қанша? 80 мың доллар. Плюс-минус. Екеуіне, да? Жарайды, енді кімнің Фанилькін айтпай қой. Онда кім Нариман қанша алады? Сен Нариманды айтқаннан кейін Фанилді біріп қаласың ғой. Общий гонорарды айтып қойдым ба? Ол қараңдаршы жігіттер, ол деген кеше кім айтқан сияқты Федор Емельяненко, ол деген коммерциялық тайна ғой. Қол қойғанда ол жерде мен де қол қойдым. Сондықтан екеуінің келісім шарттардың арасында мен қалай айтып отырамын? Мүмкін ол айтқысы келмейді шығар. Мен ешкіммен вообще бойся. Мен айта бер. Саған ба? 20 миллион теңге, шамамен 45 мың доллардай көлемінде ақша, мен ойымша өте жақсы
табыс деп ойлаймын. Және ол жерде де фанилдің позициясы кем дегенде 30-35%-дан жоғары болу керек деп есептеймін. Сондықтан фанил үшін де жақсы бұл табыс, өте маңызды. Фанил былай да, қарашы бауырым, пайыз фанилге жеңу керек. Жеңгеннен кейін әңгімесі бөлек болады. Вообще Иә. басқа болады. Көкіректе емес мәселе. Контракттар Мен басқа өзімнің тарапынан оған басқаша әңгіме айтамын. Вот соны ойлану керек да фанил. Сондықтан фанилге жанкүйер болыңыздар. Болды. Мәселе жаңағы енді әрине мен Нариманға да фанилге де бірдей қарағым келеді. Әрине мен іштей мана фанилге болысатын шығармын да. Жаңа болысқанда қалай фанил женсе екен, фанил женсе ақшаны аздау төлеймін ғой мен. Ол жағынан емес, ол тарапынан емес. Мәселе былай да, әрбір моментте біздер мықтымен жаңағы кішкене бір осал деп ел ойлап жүрген жауынгер тұрған кезде бәрі жаңағы кішкене андердог ұтса екен деп бәрі ойлайды да. Ол дәл сондай бір ситуация да осындай жерде. Бірақ енді мен ойламаймын, что фанил там прям үлкен процентке осал деп одан. Сондықтан жаңа айттым ғой, 51-де 49, ұтса ұтады, ұтылса қарайды ғой. Ал бәрі екеуінің де қолында. Ал Нариман егер жеңетін болса, ары қарай жалғастырады. Заработает. Қараймыз, Заработает. Бұл карттағы басқа жекпе-жектерге қысқаша тоқталып. Енді қысқаша мына бір жекпе-жекке тоқтауға болады. Ол негізінде бір емес, Алиби да бар, тағы да бар. Бірақ Гасановпен енді әрине титулдық жекпе-жек қой. Гасановпен Самандардың екеуінің арасындағы жекпе. Столичный гангстермен жаңа Кавказский гористің арасында болатын жекпе-жек қой. Ол жекпе-жек бытчет болады, по-моему. Нереально бытчет жекпе-жек. Екеуіне бірақ Просто фантастика. Мен ойлаймын да бұл жекпе-жекте или Самандар бұны құлатады бірінші раундта, ұйықтатады, болмаса, бірақ құлатып қайтып тұрып ары қарай жалғасатын болса жекпе-жек, онда сұрақ болады. Возможно. екеуі де жеңіліс дәмін татпаған. Иә. Екеуі де былай айтқанда 0 деген рекордпен біреуінің рекордын өзгертеді. Самандар мотивация по-любому. өте жақсы. Самандардың енді мен ойлаймын тік тұрып Қалай жеңеді? Нокаут. У него будет нокаут, жесткий, возможно, Самандар жеңе ма? добивание. Да. Нешінші раунд? Бірінші раунд. У Самандара Спорласыңызшы iPhone бірдемеге. Жұрттар $10,000 да спорласып отыр ғой. Енді оны менің екінші. Кесіп берейін ба ортасына? Обедке спорласыңдар. көрінбейтін айфонға яғни бәс тігіп жатсыздар. Енді кім Самандардың жаңа ұзақ қашықтыққа созылып кетіп жатса, сіз айтқандай бәлкім бір құлап тұрып егер выживать етсе, Жоқ, мынандайда Гасанов негізінде 5 раундқа мен дайын деп ойламаймын Гасановты. Неге десең, бірінші раунд, егер ол Гасанов егер қазір басында дұрыстап жұмыс жасап, тактиканы дұрыс қойып, мына жаттығудың процесінде манағы күштің бәрін жібере алмай сөйтіп жүретін болса, ал мен көрген кіммен Өзбекстанда ма? Жоқ, 77-те кімнің? Ақтөбелік. Шахгириев пен Гасановтың арасында Ақтөбеде жекпе-жек көрдік қой. Сол кезде Гасанов шаршап қалды. 3 раундтың ішінде. Шаршап қалды. Енді мына жерде Самандарды біз 3 раунд, 4 раунд деп айтпай ақ қояйын, бірақ Самандар оған қарағанда кішкене функционалдық шыдамдылығы көптеу сияқты. Бірақ Гасановтың преимуществосы ол басында астына салып алып жатқызып алатын болса, ол ұрып тастауға да мүмкін. ТКО болуы мүмкін да. Тұрғызбай ұрып тастауы мүмкін. Қылындырып тастауы мүмкін, болевой жасауы мүмкін. Бірақ Самандар тұрып төбелескен кезде стойкада қауіпті болады Гасанов. Сол жерде мынандай да, енді Самандар құлаталса, сол кезде ұйықтатып үстіне шығып құлатып тастайтын болса, жиналады. Ары қарай созылатын болса, онда тек төрешілердің шешімі. Уже ары қарай ешкім 2-3 раундта бітіру деген жоқ. Менің ойымша 5 раунд болады. Гасанов не жаста? Жас ол. 24-те қателеспесем. То есть примерно 2000 жылғы. 24-те ғой. Самандар, 24-те ғой. Самандарға 2000, по-моему, Самандарға 23 жаста, 22, 23 жаста примерно. Енді көп болса 2002. А Гасанов ше? Гасанов кішкене үлкендеу. Қанша? қарау керек оны қазір. 90 сіздер ғой, сарапшылар қайда, статистикаларың қайда? Күнде әйтеуір комментарийде бірден айтып отырасың. көз алма елестетіп отырмын. 30-ға таяған жігіт деп ойлаймын. 30-дан асқан жоқ. Самандар победит по-любому. 30-дан асқан жоқ. Самандар чемпион. Иә, біраз нәрсені талқыладық, әдемі әңгіме кетті. Мен сізді біраз әңгімелестіңдер. Өкінішке орай ана біреумен жаңа сөйлес деп сөйлесім керек.
бәрін айтқан сияқтымыз ғой да. Иә, енді Канело мен Мунгуяны ұмытып кеттік деп жүгіріп. Канело мен Мунгуяны давай тез айтып жібереміз ба? Енді ол сенің Канело жеңді. сенің көп бақылайтын нәрселердің бірі ғой бокс. айттық қой Канело жеңді қайттық десе. Иә, бұл жерде ерекшелікті айта кеткім келетіні негізі көп Канело бұған дейін Оскар де ла Хойяның қол астында болған бізге, яғни Канелоның қандай жақындығы бар? Біріншіден, ол қазақстандық боксшылармен бір жаттығу залында жаттығады. Иә, Ибраген ағамыздың жаңағы Сулейман промоушн жігіттері. Және бұл жерде кезінде бізге дұшпан сияқты көрінген Канело қазір біздің бір кеше Атырауда потоптың кезінде су тасқыны Мексикадағы жиен сияқты, жаңағы бізде су тасқынына қатысты өзінің қолдау посттарын шығарады, тағы басқа, одан бөлек Наурызбен құттықтайды, тағы басқа деген сияқты сондай не болды. Сондықтан қазақстандық жанкүйерлердің армиясы өсті Канелоны жақтайтын. Мунгуя туралы біз ештеңе білмейміз. енді оған да бір пума сияқты не болу керек та, жаңа атылайды бір ағайындық байланысты. Оның апалар болатын болса, жаңа Канелоның Суламен бір кездестіріп, Канелоны Вау, я согласен. Канелоны Сулаға балдыз қылуға болады да. Иә, жақсы ұсыныс. Мүмкіндік болса дегенім ғой. Сәкен, сен бокста жүрсің, жайлап қарастырып қой. Мүмкін Ла, амигос, чикас. ринг герлстар болса да, иә, Суламен таныстыруға. Жоқ, ой, таста құрсын. Это мой родственник, он мой родственник. Енді мен ойымша бұл жекпе-жектің маңыздылығы бұл 12 раундқа ұласқан жекпе-жекте рингтен тыс драма көбірек болды. Рингке қарағанда, рингтегі айқасқа Мен қарағанда. сол жерде түсінбей қалдым. Ол Конормен ілінісіп қалды ма? Оскар де ла Хойя деген Гарсия. Гарсия ілінісіп қалды, иә? Олар сол жарыстан ілінісіп қалды ма? жарыстан кейін. Бұл екеуінің арасында Оскар де ла Хойя кезінде өзінің қоласында болған Канелоға сен Головкинмен жекпе-жек болған екі жекпе-жегінде де яғни немен ұсталдың, допингпен ұсталдың деп бетіне басқаны үшін Канело ашуланып, ол жерде оны жаңа сен қызтекесің, деп ауыр сөздер айтты да, баспасөз мәслихаты. Яғни жекпе-жекке дейінгі драма әлдеқайда шум болды. Және бұл жекпе-жектің тікелей бізге Қазақстанға қатысы болды. Бірнеше жағынан жаңа Головкиннің Оскар де ла Хойя Головкиннің ақшасын қайтармаған, сот болған деген мәселе, сондай нәрселермен былай айтқанда бұл Оскар де ла Хойя төбелескен жоқ қой енді, кім төбелесті сонда? жоқ, Канело, Мунгуя ғой. яғни Мунгуя мен Канело жекпе-жекке шықты ғой. Бірақ Оскар де ла Хойя при чем тут? Оскар де ла Хойя промоутер. Мунгуяның промоутері. Кезіндегі Канелоның промоутері, қазіргі Мунгуяның промоутері. Канело тастап қашып кеткен, екеуі соттасқан. Яғни мен айтып отырғаным, бұл жекпе-жектің бізге бірнеше жақтан қатысы болды. Головкинге қатысы болды. Керемет, дұрыс айтасың. Нешеде Канело қазір? Канело жасы 32-де. Бұрынғы жекпе-жектеріне қарағанда осы жекпе-жек кішкене Канело шаршап жүрген сияқты, байқадың ба? Бір соққылары аз, қимылы ауырлау, бұрынғыдай емес, ауыр соққыға көп иек артатын көрінді. Баяғы Канело емес. Иә. Сондықтан осы бір тарихи жекпе-жек болды деп есептеймін. Оның қарсыласы жаңағы Мунгуя. Ол нешеде? Хайме Мунгуя жасы 27-де. 27 жаста 43 жекпе-жек өткізген. Жақсы пресс жасады. Жақсы не жасады? Жақсы прессинг жасады. Сондай осындай бір тарихи жекпе-жек көрсетті мен ойымша бұл аптаның бір жақсы, бұл уикендтағы әрине өте сен жаңа манағы нәрселерді айтпасаң да, жаңа анаумен айналысты, мынаумен айналысты, Головкиннің өзімен 2 рет төбелескен, үш рет па? Үш рет төбелескен. 2000 қателеспесем 18 жылы мен жеке өзім сол Головкин мен Канелоның арасында жекпе-жекті көрсетілім жасадым Ақтауда, теңіз жағасында. Таңғы 8 ба 7-де, 6-та ма сондайда. Сол былай қарасаң енді әрине бәрімізді оятқан Головкиннің жекпе-жегі Канеломен, енді оны жеңген Канело қалай ары қарай қалай болып жатыр екен деп халықтың бәрі қызығушылық білдіртіп жатыр ғой міндетті түрде. Абсолют чемпион қазіргі өз салмағында. Сәке, Серік, сен мына бокстан аналитикаң сараптама ғой, иә? Қазақша неге ММА-ға қарағанда кішкене жоғарылау. Он профи, да, вот. Бірақ сен дәл осыны неге ММА-ге дәл осылай қарамайсың? Енді айтайын, ММА-да мысалы біздің индустрияда найзада жүрген жігіттердің енді барлығын жекпе-жектерін білеміз ғой. Өзіміз көз алдымыздан өтіп жүрген жігіттерге қатысты біз тікелей эфирде өкінішке орай не жасай алмаймыз. Біреуді жақтауға комментатор ретінде хақымыз жоқ. Бірақ болжамға келетін болсақ, енді жұманың жанында отырып басқа жігіттердің әңгімесін тыңдай келе, мен кейін қазір тәжірибе қосылып жатыр деп айтайын. Яғни бұл жерде күрес, бұл жерде грэпплинг, бұл жерде дұрыс түсінбедің.
мен саған болжам айт деп жатқан жоқпын. иә Жалпы сондай яғни менің ойымша тәжірибе енді қалыптасып келе жатыр деп ойлаймын мен. бір бокстан жыл шығып жатсың. бір жыл бір Сен жарым елу жыл демессің ғой, сен әлі жассың ғой дегені Он ғой. говорит, плати деньги, сосын нетем бәрін деп жатыр. Мен уже елуге келіп уже түсініп тұрмын. Түсініп тұрмын, ақша төлесем болады, утром деньги, вечером студия. енді 50-ге келсін де сен. менің гонорарым Суланг сияқты болса бәлкім сараптама өте жоғары деңгейде болады. Әдемі болды. Керемет әңгіме болды, керемет подкаст найзадай. Жаңа көптеген жанкүйерлердің сұранысымен қазақша жүргізің деп айтыңыз. Мына дәл осылай енді қолымыздан келгенше таза қазақша болмағанмен әйтеуір соған жақындатып келдік. Барымызша орыс сөздерді қоспай дәл соған пікірлеріңізді жазып, лайктарыңызды басып, дизлайктар болса дизлайктар жазыңыздар. Және де міндет түрде көрген адам бізге жазылмаған болса жазылып қойыңдаршы. Және де тек қана мына YouTube парақшамызға жазылмай, осы жерде отырған біздің осы подкасттың, осы аралас спортының, жекпе-жек спортының мамандарына да жазылып қойыңыздар. Әрқайсының өзінің парақшалары бар, YouTube'та да, Instagram'да да. Сіздерге Алла разы болсын, біздермен бірге болғандарыңа. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Ассаламу алейкум. Аривидерчи. Амин deyip gideceğim.